Баяғы заманда Асан мен Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан өзіне тиесілі азғантай жеріне егін егіп күнелтсе, Қасен азғана малын бағып тіршілік етіпті. Екеуінің де әйелдері ерте қайтыс болған екен. Асанның бар жұбанышы, ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу қызы болса, Қасеннің үміті ер жетіп келе жатқан қайратты ұлы еді. Bir жылы көктемде Асан егін егуге қамданып жатқанда Қасен жұтқа ұшырайды. Қыс қатты болып, азғана малы қырылып қалады. Көңілі жүдеп, көзі жасқа толған Қасен досына келіп: «Асан, сенімен қоштасайын деп келдім. Малым қырылып қалды. Енді қайыр сұрап тентіреп кетемін» дейді. Бұл сөзді естігенде Асанның да көңілі босап кетеді. Досын құшақтап тұрып: «Екеуіміз жан деген жолдаспыз ғой. Менің егін егетін жерімнің жартысы сенікі болсын. Қолыңа кетпен алып, бірге тіршілік ет» дейді. Сол күннен бастап Қасен де егін салып, еңбекпен күн көреді. Күн артынан күн, ай артынан ай өтеді. Bir күні Қасен өз жерін қазып жүріп, кетпеннің бір қатты нәрсеге тигенін байқайды. «Бұл не? Ғажап болды екен» деп таңданып, кереңірек қаза түседі. Сөйтсе, жер астынан іші алтынға толы қара қазан шыға келеді. Қасеннің қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан ұстай салып, досының үйіне қарай жүгіре жөнеледі. Ауыл шетіне жеткенде дауысын созып: «Сүйінші, Асан!» деп айғайлайды. Асан таңырқай қарсы алады. «Не болды досым?» дейді ол. Қасен ентігін баса алмай: «Үлкен олжаға кенелдің, Асан. Сенің жеріңнің астынан алтынға толы қазан тауып алдым. Енді біз кедейліктен құтылдық» дейді шаттанып. Асан қуанып тұрып: «Сенің адалдығыңды білем, Қасен. Бірақ бұл алтын менікі емес, сенікі. Өйткені сен оны өз қолыңмен, өз еңбегіңмен таптың» дейді. Бірақ Қасен бұған келіспей: «Жоқ досым, сен маған жеріңнің жартысын бергенсің, бірақ жердің астындағы қазынасын бірге бермегенсің ғой» деп жауап береді. Екеуі осылай ұзақ таласып қалады. Бірі адалдықты, бірі әділдікті ойлайды. Ақыры Асан ойланып тұрып былай дейді: «Ардақты досым, таласты доғарайық. Сенің ұлың бар, менің қызым бар. Балаларымыздың көңілі жарасып тұр. Ендеше сол екеуін үйлендіріп, мына алтынды соларға берейік. Тым болмаса, біздің көрген қиындықты балаларымыз көрмесін» дейді. Қасен бұған риза болып: «Дұрыс айтасың, Асан. Балаларымыз бақытты болсын» деп келісімін береді.